Батыр туған алпамыз өр мінезі ертарғын тау көтерген толағай. Осы бір еңсегей бойлы қақпақ жауырынды кең иықты апайтөс батырлар туралы ертегі жырлар бала кезден құлағымызға сіңісті болып өстік. Бірақ көңілге бір кірбің түсіретін жайт. Қазір сондай текті аталарымыздай, алпамсадай нар жігіттер азайып барады. Еліміздің көшелерінде жүріс тұрысы бір түрлі қылықты жігіттер болып тайраңдап жүр. Соларды көремін деп те үйдегі мәпелеп отырған ұлдарымыздың болашағы не болады деп жаным түршігеді. Бұл да адамзат баласының ең үлкен қасіреті ғой. Қайырлы күн, құрметті көрермендер, қылықты жігіттер, біздің бүгін қозғайтын тақырыбымыз. Сіз не дейсіз, көрермен? Бастаймыз. Студиямызға келген қонақтармен таныстырайын. Ортамызда Ұларбек Нұрғалым, ақын, журналист. Қош келдіңіз. Балабек Сақтағанов, психолог, яғни бүгінгі тақырыпқа байланысты өзіңіздің ашық пікіріңізді айтасыз. Және де ортамызда Мақсет Мамедиярұлы, уролог, андролог. Енді андролог деген сөзді мамандықты кейбір жандар біле бермес, бұл тікелей кісілермен істейтін сала. Ер азаматтармен жұмыс істейтін медицинаның бір саласы. Әсіресе осы ота жасатуға байланысты белгілі бір мәліметтер бар қазір қолымызда. Осыдан бастайықшы, мысалы, ота жасатқандардың қатары, өздің жынысын ауыстырғандар. Дәл қазіргі уақытта елімізде қанша? Және де ресми түрде оларға рұқсат берілген бе? Қашаннан бастап рұқсат берілді? 2009 жыл қабылдаған заңда ота жасауға рұқсат берілген. Ол да сол кезде көрсетілген. 7 жыл болды. 7 жыл болды. Рухи денсаулығы сау адамдарға ота жасауға рұқсат беріледі. Ол эксперттердің комиссиясына өткеннен соң оған рұқсат беріледі. Сол кезде оған ота жасауға врачтар алады. Былайша айтқанда, оны бірақ кез келген клиникада жасамайды біздің елімізде. Жоқ, ол клиникаларда лицензиясы болса, сол операция жасауға лицензия берілген клиникаларда сол операцияны жасауға мүмкіндік бар. Дәл қазіргі уақытта тек қана Алматыда жасалады. Алматыда жасалады, иә. Мәлімет бар ма? Қаншадан өзгерісі жұмыс? Осы кезге дейін бізде Қазақстанда істелген, шетелде істелген бәрін алған кезінде 25 пациентке ота жасалған. Жынысты ауыстыру отасы бойынша. Егер ашығын айтатын болсақ, көбірек жігіттер қыз болды ма, әлде керісінше ме? Керісінше, жігіттер қыз болуға тапсырыс көбірек болады, иә. Талап көп болады. Немен байланысты? Психологияға келейік. Психологияда бұны гендерлік дисфория деп атайды. Мысалы, балалар өмірге келгеннен бастап, оларда соған осында басқа қарсы жыныстағы адамның келбетіне, бейнесіне енуге деген ұмтылыс болады. Бұл негізінен психологиялық ауытқушылықтарға жатады. Психологиялық ауытқу балалар. Тырнақшаның емес, кәдімгі ауру. Психологиядағы ауытқулар. Сонымен бірге ауру деп айтпайсыздар сіздер. Ауру деп айтамыз. Дүниежүзі бойынша денсаулық сақтау ұйымы бар. Қыз-текелер бұл аурулар. Иә, 2015 жылға дейін қабылдаған андай бар. Дүниежүзі бойынша ұйым бар да, денсаулық сақтау. Сол жерде трансвестит деген диагноз бар. Ауру, бұл ауруға кіреді. Официально бұл ауруға кірілген бұл ауру. Гейлер мен лесбиянкалар ауру емес, олар психологиялық өзгерген олар. Ауытқушылық. Біздің айтып отырған аражығын ажыратып алайық. Транссексуалдар бұлар ауру. Ал егер қыз-текелер деп отырғанымыз, гей мен лесбиянкалар бұл ауытқу. Психологиялық ауытқушылық. Сонымен бірге мысалы туа біткен бола ма? Әлде ол кейінірек келетінді жоқ, негізінен көбіне бұны туа бітумен байланыстырады. Және де, мысалы, толық емес отбасыларда көбіне ананың тәрбиесінде болған балалар, сонымен бірге ер адам жоқ, ананың, әженің тәрбиесінде болған балалар көбіне осындай нәрсеге бейім болады. Және де тағы бір себебі, балалар жас кезінде, кішкентай кезінде осындай әртүрлі жыныстық тұрғыдан зорлықтың құрбаны болған балаларда олардың да психологиясында мысалы ауытқушылық психологиялық соққылады да, осы балаларда осындай нәрсеге бір бейім болады, бір табан жақын болады. Өмірде одан да басқа факттар бар, жақсы семья, әкесі бар, мамасы бар, ағалары бар, сондай семьяларда сондай балалар туылады. Бұл тума ауру есептеледі. Бұл андай не дейді? Емге келмей ма, сонда сіз дәрігер деп айтыңызшы. Қараңыз, бала аурумен туылады. Аурумен туылған кезінде бала бақша бар. Басынан, миында. Миында, бала туылмай тұрып ауырайды. Сонымен туылған кезінде бала бақшаға барады,
мектепке барады, университетке барады. Әр этапта өзінің дәрігерлер болу керек, психологтар болу керек. Сол этапта бала өзінің жасына, өзінің жынысына тиісті болған белгілерімен жетіліп келатса, дәрігерлер соға тур бақыға барып, тур бақы беріп бару керек. Тур бағыттау керек. Бізде есе осы жастарда бізде психологтар, психотерапевттер оларға көбінесе қарамауы мүмкін, или мән бермей өтіп кетуі мүмкін. Сол кезде ол дені сау болып тұрып, уже 16-18 жасында оларда уже половое развитие басталған кезінде, жынысты жетілген кезінде оларда екіге бөлінеді. Олар өзіне екіге бөлінеді. Денесі басқа, рухы басқа. Уже ауру бұл. Бұл уже миында отырған ауру. Осы туылған кезінен бастап, психологтар емделмегеннен кейін, уже бұл 16-17 жасқа барған кезде уже екіге бөлінеді. Көріне бастайды. Денесini ол өзінікі есептемейді, рухы басқа адам болып қалады, әйел кісі болып қалады. Сол кезде ол андай іздейді, өзіне ұқсаған адамдар іздейді. Сол кезде соған психотерапевттер, психологтар жақсы жәрдем берсе, оған жақсы жәрдем беріп қалады. Если сол кезде оған жақсы жәрдем бермесе, ол уже операция істетеді, уже қайтпайтын дәрежеге өтіп кетеді. Уже қайтатын дәрежеге өтіп кетті ме, уже ол сол таңдаған жолы бойынша ақырына дейін кете береді. Ақырына дейін кетеді. Жалпы ресми емес мәліметтерге сүйенетін болсақ, Қазақстанда қыз-екелер мен еркек шораларының саны барлық халықтың 7% құрайды екен. Адал қоғамдық ұйымының мәліметіне қарағанда, олардың бүгінгі саны 250 мың адамға жуықтаған. Басыңызды шайқадыңыз, Лут қауымында болған бұндай оқиға. Соңы немен аяқталған бәрі біледі. Біз қайда баратырмыз? Тоқтата аламыз ба? Бұл енді айтуға ауыз бармайтын дейтін сөз бар ғой қазақта. Сол айтуға ауыз бармайтын, ойласаң түн ұйқыңды төрт бөлетін, арқаңнан құмырсқа жүріп өткендей болатын өте бір ауыр хал. Бұның енді жаңағы себеп салдарын жан-жақтан түсіндіріп жатыр ғой. Бірақ бұл көп жағдайда біздіге сырттан таңылған ақпараттар негізінде қалыптасып жатыр деп айтуға болады. Бұл шын мәнінде енді қазіргі бұрын мен көрген кезде кейбір жаңағы кішкентай кезімізде жаңағы айтып отыр ғой Мақсұт. Бір қыздардың бір жігіт болғысы келетіндей бір несі болушы еді. Иә. Анау жігіт секілді атпен жүріп, жігіт секілді бір еркін емін-еркін елді аралайтын, шіркін бір қыз болып қалған деген секілді бір кішкене нелерін байқайтын едік те. Бірақ жігіттің мен жаңағы қыз болуға ынтығатын деген секілді психологиясын бұрынғы уақытта онша байқамағанмын. Енді бұл әрине қазір енді жыныс ауыстырғандардың басым көпшілігі жаңағыдай болып отыр. Жігіттер көбірек жынысын қыз болғысы келеді. Соған енді міне қатты таңғалып отырмын шындап келген кезде. Өйткені жігіт болуға, жігіт деген енді қалай біздің ұғымызда әсіресе. Біздің ұғымызда қалыптасқан ол. Кәдімгі ер азамат. Ол елді қорғайтын, бүкіл балалар кішкентай кезімізде бүкіл бізде міндет бар, бізде мынандай жаңағы жауапкершілік бар, бізде мына ортада ер жігіттің жаңағы топты ортада палуанға түсуі болса да, сол бір жігіт болғанына адамның бір рақаттанып дегендей мысалы риза болып, мысалы кішкентай кезімізде балалар сөйтіп өстік, ұлдар. Маңайымыздан да соны көрдік біз. Ал енді сондықтан мен сырттан таңылып отырған дейтінім, бұндай нәрсе бізде соншама енді жоқ деп айтуға тұрарлық еді. Бірақ енді жігіттердің қызға... 250 мың деген... Бұл түрлі ақпараттардың салаларында түрлі жақтан келіп жатыр. Психологиялық жақтан. Әсер етер фактор өте көп. Әніңіз де бар, бұл жерде биіңіз де бар, бұл жерде әртүрлі әуеніңіз де бар, бұл жерде қандай бір жаңағы тұнық суға бір тамшы кішкене зәр тамызса зәр болып шығады ғой. Соның бұндай азғындықтардың кішкентайының өзі бізге өте үлкен ауру. Құрметті көрермен, біз қазір аз ғана уақытты жарнамаға бөлеміз. Жарнамадан кейін осы студиямызға арнайы Қостанайдан келген қылықты жігіт кіреді. Гей сөзі ағылшын тілінен аударғанда көңілді, ашық, алаңсыз деген мағынаны береді. Бірақ 60-шы жылдардан бастап бұл сөз бір жынысты еркектерге арналды. Яғни ұлдар кекұлдарды ұнатады, тіпті екі еркек бір отбасын құрады. Бүгінгі таңда көгілдір еркектер ақшта көп кездеседі.
Олар біздің елдегідей өздерінің қарым-қатынастарын жасырмайды да. Көптеген көгілдірлер шеруі де осы Америка құрама штаттарынан бастау алған. Бүгінде ол бізге де жетті. Әлеуметтік желіде гей-парад деген атпен басқаларды шеруге шақты. Қыстеке жігіттеріміз танысу сайтында бір-бірін іздеп, қолдап та отыратын көрінеді. Мамандардың айтуынша, қыстеке жігіттердің психологиялық проблемалары бар. Атап айтқанда, бала күнінде атана көңілі жетпеген, өз ортасында сыйсыз болуы да осы жағдайға жетелейді. Жоғарыдағы сайтта танысушы жігіттердің дені өз басына жауапкершілік алудан қорқады. Яғни олар үшін басқа еркектің қаражатына өмір сүрген жеңіл әрі қолайлы. Ресми мәліметтерге сүйенсек, әлемде бір жыныстыларды қолдайтын, оларды өз заңдарымен қорғаштайтын мемлекеттер саны 16-ға жетіп отыр. Сондай-ақ ақш-тың 15 штаты мен Мексиканың 3 округында бір жынысты некеге заң арқылы рұқсат берілген. 2001 жылы ресми түрде Нидерланды бір жыныстылардың некесін заңдастырған болса, содан бері бұл үдеріс Еуропаны асып, Азияны да қаулай жайлаған. Алғашқы гейлардың жұбы тұңғыш рет ресми түрде 1998 жылы Голландияда тіркелген екен. Ал біздің елімізде бір жыныстыларға некеге тұруға рұқсат берілген бе жоқ па, және де басқа да сұрақтарға жауапты біз Қорғау Астана жеке қорының заңгері Айшат Уәлиолла қызынан сұраймыз. Айшат ханым, келіңіз. Сәлеметсіз бе, келіңіз. Жағдайыңыз қалай? Жақсы. Айшат ханым, осы уақытқа дейін ішкі істер органдарымен жұмыс жасап келесіз. Жұмысыңыз заңгер, түсінеміз, кез келген жағдайда заңмен қорғалған, кез келген азаматты қорғау сіздің міндетіңіз. Аналық пікіріңізді сұрағым келмейді, мен шамамен жобалап отырмын, білемін де. Болды ма осындай оқиға нақты, қылықты жігіттерді қорғау керек сізге? Таңдау алдында тұрдыңыз ба, әлде сіз жұмысыңыз болғаннан кейін ол таңдауға мүмкіндік жоқ па сізде? Біздер Қазақстан Республикасының заңы, жаңағыдай ата заңымыз, Конституцияның 14-ші бабына сәйкес, заң алдында, жауапкершіліктің алдында әрбір азаматтар тең. Жынысына, немесе жаңағыдай көзқарасына оған мән бермеуге тырысамыз. Қорғадыңыз ба, нақты сұрақ онда? Бізге осы жуырда келді. Біздер толыққанды көмек көрсете алмаймыз. Себебі біздің жеке қор, Қорғау Астана жеке қоры тек құрбандарға ғана, жаңағыдай адам саудасына тап болғандар, немесе тұрмыстық жанжалға тап болғандар, өмірдің қиын жағдайына, мүшкіл жағдайына азаматтарға мінекей құжаттандыру жұмыстары, әлеуметтік психологиялық заңи көмектер көрсетеміз. Енді бізге жуырда келді. Кім келді? Есімдерін атамай-ақ қояйын. 4 қыз киім, көйлек киген азаматтар. Қыздың көйлегін киген 4 жігіт келді. 4 жігіт келді. Олар енді көмек сұрады. Құқығымды қорғаңыз деп. Олардың істері ішкі істер бөлімінде арыздары қабылданған. Жаңағыдай әлеуметтік желіде құқықтары тапталды. Құқықтары тапталды, ұрды, соқты, бұзақылар ұрып кетті. Ұрып кетті деген мағынада. Енді ол категорияны біздер қабылдаған жоқпыз. Себебі біз құқық қорғау органымыз, біз соларға жібердік. Біз не істедік ол кісілерге? Біз олардың құжаттандыру жұмыстарын жасап беруге тырыстық. Яғни жаңа 4-інің келгеннің тек қана біреуінің құжаты болды. Қалған құжаты жоқ па, әлде қалай? Ұрланып кеткен, тартып алған жаңағы бұзақылар кезінде. Бұзақылар сау қалдырыпты қайта. Содан біздер жаңағыдай жеке куәлігін шығаруға көмектестіңіздер, басқасын басқаты. Сол жұмыстарын жасадық. Болды, сонымен іс бітті. Жақсы. Бірінші көргендегі алған әсеріңіз? Мен түсінбей қалдым. Түсінбедіңіз? Түсінбедім. Кім менің алдымда? Жақсы, жайғасыңыз. Мен ортаға Қостанайдан келген қылықты жігітті шақырсам деп отырмын. Аруна келсін. Аруна, келіңіз. Кіріңіз. Сәл Аруна. Аруна, кіріңіз. Аруна, каблугыңыз неше? Білмеймін. Ыңғайлы ма? Ыңғайлы. Иә? Жақсы.
Қашаннан бері арунасыз? Жалпы өзіңізді кіммін деп санайсыз? Мен солай қойыншы, өйткені маған өте ыңғайсыз, сіздің шын аты жөніңізді мен білемін. Ең бастысы, басынан ер бала болып тудым. Одан кейін Қай жылы тудыңыз, қай жерде туылдыңыз? Қостанай қаласында 1995 жылы. 95 жылыңыз. Бір отбасында қанша толыққанды отбасы ма? Мама, папа, бауырларыңыз бәрі бар ма? Нет, мен отбасымда жалғызбын. Сіз жалғыз болып тудыңыз. Маған өте қиын болды. Өйткені мен қалай айтайын, қазақы отбасында дүниеге келгеннен кейін мен өзімнің 18 жастығымды күттім. Өйткені Кәмелеттік жасында. өйткені сол жасында мен как бы решила, что все, я начну новую жизнь, начну такую жизнь, которую я хочу. Мен кішкене 18-ге дейінгі өміріңізді білгім келіп отыр. Былайша айтқанда сіз туылған кезде әкеңіз, шешеңіз қазақ, кәдімгі қазақи отбасында тудыңыз. Алғаш рет сіз қай уақытта байқадыңыз, сіз өзгеріңіз келетін? 4, 5, 6, 10? Нет, я это поняла в 13 лет. Как бы. 13? Да, но я думала, что как бы, возможно, со мной что-то не так, возможно, я больна, я думала, да. Ну, я так думала, ну, что-то со мной не так, почему все мальчик как мальчик, а я вот хочу так. Говорю, может, я болен чем-то. Мида, я? Да, в голове, да. У меня такие мысли были, да, возможно, я болен. И как бы я это очень долго скрывал, но... 13-ке дейін сіз қыздардың ортасында өстіңіз ба? Ұлдармен? Нет, как бы, знаете, Қазақша сіз жақсы сөйлейсіз ғой, у меня очень обеспеченная семья, в первую очередь. У меня родителей живых нету, как бы. Анаңыз дәрігер болған? Да, она была врачом, как бы. Әкеңіз? Он зерновик. У меня бабушка Микке слетала. Ну, хорошая казахская семья. Просто было в том дело, что я не мог это как бы... Да. Мен оны айта алмадым, өйткені мен қиналдым. Қалай әке-шешем бетіне қараймын, қалай айтам деп. Сіз 13-ке дейін, былайша айтқанда, қыздардың арасында жүрген сізге ыңғайлы болды, е? Жоқ, мен ешкім арасында жүрген жоқпын. Мен өзімен өзім жүрдім. Бірақ менде ондай ойлар болды. Бірақ мен ойладым, ол жай ой. Қандай ой болды? Қыз болғым келеді. Мүмкін уақытымен бұл кетер деп ойладым мен. Содан кейін... Мамаңызға айтып көрмедіңіз ба? Жоқ, мен... Ұялдыңыз ба? Әрине, ұят емес пе қалай? Мамам ауысылсын бір түрлі да. Әкеңізбен мысалы? Жоқ, ондай әңгіме... Жақсы, 13-те сіз өзіңіздің қыз болатыныңызды сезіңіз? 15 жасымда интернет бойынша таныстым, сөйлестім, білдім, өзім секілді адамдармен, бірақ менен де үлкен. Одан кейін мен, қалай айтайын, 18 жасымды күттім. 18 жасымда Астанаға келдім, оқуға түстім. Қай жерге түстіңіз? Ну, это очень лично. Айтқыңыз келмейді. Содан кейін, осында адамдармен сөз табысып, Ол кезге дейін сіз кәдімгі жігіт сияқты киінесіз, ер адам секілді жүрдім, мен оны... Боянбайсыз, мынандай қыз сияқты киінбейсіз. Бірақ, бұл қызықты емес. Бұл қарапайым киім. Сіз мені біле бересіз. Содан кейін... Қай жақтан мен сізді білуім мүмкін? Нет, мен сөйлеп атырым, сіз мені бөліп ұстай бересіз. Бөліп тастап кешіңіз. Содан кейін Астанаға келдім, осындай менің таныс құрбыларым бар. Мен өзіме операция жасаттым, жоғарғы өзіме кеуде жасаттым. Осы Астана қаласында, Астанада, в Астане клиника находится. Қалай айтайын, көбінесе адамдар относятся очень плохо к нам, на самом деле, потому что думают, да вот они такие. Все люди разные. Есть трансвеститы, есть трансгрессоры. Это делится по категориям. Есть больные мужчины, которые нравится носить чулки. Есть такие люди. Мы не больные люди. Перед тем, как делать грудь, да, грубо говоря, в клинике, нужно проходить, грубо говоря, врачей, да, в первую очередь, психолог, это все ты проходишь. Вот говорит, вот они больные, они так одеваются. Это не так. Я как бы протестую. Былайша айтқанда, сіз тек қана жынысымды ауыстырғым келеді дейсіз. Нет, мен қалай айтам. Мен өзіме кеуде жасаттым, а асты жағымды мен алдырмайым. Өйткені алдырмайым. В Казахстане в 2017 году Казахстан очень сильно изменится. Потому что, ну зачем убирать, если мне комфортно с ним жить? Рождаются люди же с 3 полами, например, да, у которых имеется, как их называют, я, конечно, не знаю, как бы, но гермафродиты. Мне комфортно так жить, например.
Мне это нравится. Өйткені 2009-дан бері мінекей студиямызда андролог отыр. Операция жасалмады, кәдімгі жынысты ауыстыруға. Сіз оның бәрін білесіз. Білем, бірақ ол операциядан кейін көрдіңіз ба? Мен ешқашан гормон ішіп көрген адам емеспін. Сіз енді соның жолына келейік. Жынысты ауыстыру үшін өте қиын. Мен гормон көбінесе аптекаларда сатады гормон Диана 35. Ол адамды өлтіреді ішінен. Неге? Өйткені ол еркек гормонды ішкенде ішінде қалады. А не үшін оны әйелдер ішеді. Когда нехватка гормонов, женщина употребляет эти гормоны. И получается, да, они проходят, ну вы поняли, да? А когда пьет это мужчина, внутренние клетки, получается, разрушается психика человека. Разрушается, такие есть. Я просто видела, вам смешно, да, но это такие есть, на самом деле. У меня есть подруги, которые, понимаете, пили гормоны, и последствия полнота, как бросаешь, можешь вся в волосах быть. Я родила женственные, у меня вот черты лица, вот, да, фигура, это все с рождения, знаете. Арына, кішкене қазақша, я, өйткені сіз жақсы тяжело, на самом деле, блин. И просто... Ну, вот так вот получилось. Я в этом не виноват, в первую очередь. Я много раз хотела измениться, стать мальчиком ради своих родителей, как бы, да. Но у меня не получалось. Ну, такова моя жизнь, значит. По-другому я свою жизнь не вижу. Мне комфортно, например. Жора жолдастарыңыз бар ғой сіздің? Да, очень много друзей. Да. Түсінетін қолдайтын? Да, конечно. Қыздар ма, жігіттер ма көбірек? Сізге айтайын, у меня есть друзья, и которые, грубо говоря, такие же, как я, транссексуалы, грубо говоря. Есть, не скрывая, геи. Как бы у нас в Казахстане геев очень много, на самом деле. 90% мужчин бисексуалов, 10% натуралов. По Казахстану такие есть. Қойыңызшы, қайдан алдыңыз мұндай мәліметті, егер он ақпайыз... Давайте не будем. Мы все это прекрасно знаем. Біз тек қана сенің айналаңдағы адам ғана шығар, өйткені біз... Ты бисексуалы, вы будете со мной спорить? Вы будете спорить со оған бізге мной? нақты мәлімет керек, көрсету керек. Кім ол мәліметті берді сізге? Круг у вас. Я могу сказать, что вы тоже бисексуал. Давайте не будем. Давайте не будем. Арона, біз ұрыспайық. Біз қазір мүмкін болса, Арона, мен сізден 4-ші рет өтінем. Сіз қазақ тілді бағдарламада отырсыз, тікелей эфирде. Осы кішкене сіздің орысша сөйлегенде аға сіз де лесіп кеттіңіз ғой. Сондай болып қалды. Түсінем. Жақсы, Мақсат мырза, айтыңызшы. Мен гормон ішкім келмейді. Өйткені менің дене бітімім, түрлім, боянсам қызға онсыз да ұқсаймын. Бірақ жігіт болып, кәдімгі еңселі жігіт болып туған жігіттер бар. Олардың барлығы гормон ішу арқылы, жаңағыдай, қазір мен ойымды аяқтайын. Ішу арқылы төсін шығаруға, басқа да өзгерудің жолдары, ол саты-сатымен ғой, бір күнде барып алып, ота жасатасамайды ғой. Қараңыз, ота жасағаннан кейін оны екінші курсқа береді. Екінші курс оны психологически дайындайды. Психологически курстарда барады, психологически оны дайындайды. Жақсы психотерапевттер оны емдейді. Содан кейін оған әйел кісінің гормондарын бере бастайды. Әйел кісінің гормондарын бере бастағаннан кейін оны бет түзілісі, тазы көстары, желкесі, дауысы, шаштары бәрі өзгере бастайды. Әйел бола бастайды. Гормонмен. Енді ол гормон ішіп барғаннан кейін ұзағы мен 15 жыл жасайды. Я буду спорить. Нет, это вранье. Я протестую. Сіз бәріне қарсы бола береді екен. Өйткені гормон ішкенде еркектер, трансистер, дәу деймен. Сүйектері сынбайды ғой, сүйектері сынбайды. Неге өтірік айтасыз? Жоқ, ол сүйек сынап деп отқан жоқ. Оны кәдімгі әйел бола бастайды, формасы дейді. Әйелдің формасын алады. Это все нет. Сен ішіп көрмеген, сол үшін сен оны білмейсің. Дело не в этом. У меня подруги пили, понимаете? Жоқ, сен құрбыларың кімдер ол? Ішіп олар... Мен көремін, білемін, и соны тексеріп барамын. Нет. Еркек кісілер келеді бізде. Плечи не меняются. Да, кадык уходит, от этого кадык уходит, от гормонов. Но кости меньше, как кости станут, если ты родился, уже они выросли. Нет, жынысты конечно. гормондардың барлығы стероид гормондар есептеледі. Стероид гормондар организмге анаболик әсер етеді. Денесін өсіреді, мышцаларына масса жияды. Ол деген сөз, мен айтатын жоқпын, сүйегі нәзік болады деп. Оны қыз бала формасын алады. Таз сүйегі кеңейе бастайды. Желге сүйегі тарай бастайды. Дауысы өзгере бастайды. Сонда гормон әсер етеді. Сіздің алдыңызға 13-14 жасар жігіттерде, ұлдар да келеді екен. Әсер бермейді, дауысқа операция жасайды. Мен сөз білесіз. Менде сондай дәрігерлі пациенттер келеді. Анасымен өседі. Анасының алдында 14-15 жасқа дейін бірге өседі. Өтірік. Бір постельде жатады. Баласымен, әкесі жоқ болуы мүмкін. Жоқ, енді сен біреудің отбасыңды шаруаң қанша, Арона, кішкене сәл. Мен пациенттеріне айтайын. Енді анасымен өскен бала бір постельде жатып 14-15 жасқа дейін өседі, и анасы оған күдіктеледі.
неге менің балам басқа балдар сияқты Бөлек жатпайды. бөлек жатпайды емес, еркектік белгілері аз дейді. Басқа балаларда дейді, мойлау өсе бастайды дейді, дауысы өзгере бастайды дейді, желкелері кең дейді. Менің баламда ондай жоқ дейді, бізге келеді. Біз оны тексерген кезімізде, анау мамасымен бірге жатқан қызы ма, или оған еркектің тәрбиесі жетіспегендіктен ба, біз олар гормондарын тексере бастаймыз. Гормондарын тексере бастасақ, еркектің гормондары минимальный норма болады. Төмен дәрежеде. Төмен болады. Сол кезде оның ана балаларда қыздық форма болады. Тас сүйектері кеңейеді, желке сүйектері тараяды, көкірек болады. Кәдімгідей оның дауысы жіңішке болады. Сол кезде біз оған психологтарға жібереміз. Психологтар өздері оған психотерапия істейді. Не істеу керек? Психотерапевттерге жіберетін шығарсыз мүмкін? Екеуіне де, иә. Мамасымен де сөйлеседі психологтар, баламен де сөйлеседі, олар сеансына барады. Қандай симптомдар, яғни ана қандай жағдайда дабыл қаға бастау керек? Бірінші орында 13-14 жасынан ол жынысты белгілер пайда болады. Мен айтқандай дауысы өзгереді бірінші орында. Сен 13-14 жасында даусың өзгерген жоқ па? Мен даусым, у меня был как бы писклявый голос, но как бы это нормально, понимаете? Нормально. Тогда нужны специальные врачи, которые будут определять. Дұрыс қой, енді тестостеронға тапсырып көрді ма? 13-14 жасында енді білген жоқ қой сенің анаң. Тестостерона больше мужских. До сих бет пор. түзілісіні жуандаттырады, и мойын жуан болады. Еркектің берекеден. Тас сүйегі тараяды. Тестостерон сондай әсер ете бастайды. Енді сол гормондар жетіспеген кезде әсері болады, наоборот, семіре бастайды. Вот, например, тестостерон жетіспеген кезде ана бала семіре бастайды. Қарын шыға бастайды. Көкіректері өсе бастайды. Қолдары, қыздардың қолдары сияқты жіңішке болып барады. Аяқтары да жіңішке болып барады. Тас сүйектері кеңге бастайды. Сөйтіп семіре бастайды. Сол кезде біз ол кезде аналары бірінші орын эндокринологқа бару керек, детский уролог-андрологтарға барып, сол кезде оған тексеруді бастау керек. Жақсы, бұл 12-13 жас өтпелі кезеңге жақындағанда. Кейде бала толық болса, ойлаймыз ғой, жай ғана тамақты көп жейтін шығар деп. Болмаса, ол тестостеронға мен ойламаппын, ол баланы тексерту керек екен 12-13 жасында. Метаболизм бұзылғанын көрсетеді. Метаболизм бұзылды деген соң, оның организмі гормондар уже толық емес. Гормондар уже бұзылған. Содан уже оны білсек болады ода. Арона, сен 12-13 жасың есіңде ғой енді, көп өтке қойған жоқ. Сол кезде, мысалы, сен үнемі есің кірген кезде сен өзің қыз болғың келетін сездің. Ешкімге айта алмадың енді түсінікті. Анаң айта алмайсың, әкең айта алмаған. Анаң дүниеден қанша болды өткеніне? Ой. Біраз болды ма? 3 года. Почти 4 год тоже. Они вместе. Екеуі қата. Басқа туған туысқандар бар ма? Да, но они со мной не общаются. Ана жақтан ешқайсы жоқ? Они от меня есть, как бы они от меня отказались полностью. Қазақша. Өйткені сенің іс-әрекетің ұнамайды оларға. Солай шығар. Енді сен айтып отырсың маған, сен ешкімнің сөзіне сенбейтінін көріп отырмын, және өзің құқығыңды ерекше біледі екенсің. Енді ол да дұрыс шығар, мен түсініп отырмын оны. Өйткені сен түсінесің, бұл жерде 90-99% сені ешкім қолдай қоймайтын. Маған шын айтсам, маған бәрібір, кім мені қолдайды, кім мені қолдамайды. Маған шынымен бәрібір. Қалай саған бәрібір? Өйткені мен ең басты менің өмірім, менің қолымда. Мен өз өмірімді как хочу, так и буду свою жизнь строить. Это моя жизнь. Я не буду ходить по этим врачам, по этим психологам. Сен бардың ғой төсіңді шығаруға? Нет, я ходила, но не к таким. Сен түсінетін адамдарға бардың? Да, я ходила. Мақсат Мырза, сен түсінбеймін, немесе түсінем, қолдайым, қолдамайым деп айтып отқан жоқ. Ол мәлімет ғана айтып отыр. Ол дәрігер ретінде ғана айтып отыр. Ол дәрігер. Дәрігер ретінде, оны мен пациент ретінде көрем. Ол пациент ретінде жәрдем берем. Но мен оны қолдамаймын. Вот видите? Ауруды мен ешқашан ешкімге көрмеймін. Бұл ауру. Бұл ауруды біреуге мен ауру емеспін. Тіліне ие болыңыз біріншіден, түсіндің ба? Жоқ, сен қалай олай өзің? Мне психологтар. У меня еще желтая карточка или что-то есть. Если транзит, мне объявляют, что мы больные. Түсіндейікші, трансвестит. Біз тоқталайық. Сұлтанқыз, мен сізге бірден айтайын. Ну, что он маған ауру дейді? Нет, мен денсаулық. Әр ауруларға код берген. Иә, бұл қандай код? Бұл сонда Ж64 деген сондай код бар. Ж64? По-моему, сондай болу керек. Сондай болу керек. Если видите, это еще не определено. Трансвестит деген дәңіз бар. Ой. Бұл бүтін дүние денсаулық сақтау. Жоқ, Аруна, сен ол бүкіл дүние жүзі денсаулық сақтау ұйымында егер олай сөйлемеу керек біріншіден. Ауру деп, олай айтуға болмайды. Олай МКБ код бар, МКБ-10 деген код бар да, сол кезде трансвестит деген дәңіз бар. Бұл уже ауру. Кісі, енді Аруна, оны аурумын деп, жоқ, ауру деп есептемейсің. Саған, сен өзің зерттедің ба, енді сенің ақылың, білімің бар адамсың. Ауру адамдар айтайын ба, кім ауру екен?
педофилы, вот эти больные люди, вот Жақсы. их называют. А я не больной человек, а Сен я люди не өзіңді больные. трансвеститпін деп есептейсің, Әрине. Ал Трансвестит ол диагноз. жақсы, Мақсым мырза, қоймадыңыз Ой, ғой, сізді жоқ. түсіндім. Так, на эту Сипаттамай передачу. айтпа. Ну зачем? Давайте жоқ, все данные иә, говорить. иә, мынандай иә. мәселе ғой енді аруна ғой. Негізі былай тұлғалық Можно я вас перебью? Можно перебью, пожалуйста? Сізді бөлген жоқ, иә. тұлғалық мысалы жеке тұлға деген бар да, әр адам жеке тұлға ол мысалы. Ол біз мысалы зайырлы мемлекет тұрғаннан кейін мысалы бұл кісінің Арунаның ойынша мысалы бұл өзінің жасаған әрекеті дұрыс, ол заңның ешқандай шеңберінен шығып тұрған жоқ та. Иә. Ал біздің қоғам бұндай нәрсеге өте қарсы да. Жоқ. Бұл нәрсе бұл шынымен де психологиялық. Аруна, сен таяқ жедің ғой, қалай жоқ деп айтасың? Қазір сол таяқ жеуге байланысты тоқталайықшы. Бүтісін шығарып ұрып кеткен ғой Арунаны. Психологиялық бұл ауытқушылықта адамдағы. Бұл жаңағы туа пайда болады, мысалы жүре пайда болады, әртүрлі жаңағы психологиялық соққылар алады, мысалы үлкен Сөйтіп жұртты сендіргісі келеді. стресс, қатты бала кезде стресс алады бұндай адамдарда, мысалы олар өйткені бұларда дос болмайды, жолдас болмайды, бұлар жалғыз өседі, жалғыз болады. Кейіннен барып бұлар өздерінің мысалы өскеннен кейін жаңа интернет арқылы өзінің жолдастарын табады да, и бұлар да мысалы мен айтқанмен де оны жаңа сіз айтқанмен де Мақсет айтқанмен де бұларда белгілі бір бағыт қалыптасып қалғанда бұларды өзгерту өте қиын да бұл мәселені. Келмей ма жөнге? Бұлар уже ол жастан өтіп кетті да, бұлар өтіп кетті бұл жастардан уже. Бұларда уже дүниетаным көзқарас қалыптасып қалды да. Сондықтан бұлар өздерінікі дұрыс та. Сөздің астарында үнемі бір реніш жатқан сияқты. Қоғам қабылдамайды. Қоғам қабылдамайды. Барлық жерден де бұларды мысалы қабылдай алмаймыз ғой. Неге қабылдай алмайсыз? Сондықтан да бұл мысалы іште мысалы осындай нәрсе, осылай әңгімелер арқылы бұларда әр адамда мысалы защитник қорғау механизм болады да. Мысалы мен өзімді қорғаймын. Өзім көзқарасымды, өзімнің жүріс-тұрысымды қорғаймын. Сол өзімнің мысалы қорғау арқылы бұл жаңа айтады ғой, қорғаудың ең тиімді тәсілі шабуыл дейді. Шабуыл. Сол арқылы мысалы адамдарға шабуыл жасаймыз да, сол арқылы бұлар өздерінің көздерін мысалы бізді сондайға нәрсеге өзімізді сондайға жеткізгісі келеді де, олар просто бұл білет бейсаналы түрде подсознательность деп психологияда подсознательность бейсаналы түрде өзінің әрекеті дұрыс екенін біледі, дұрыс емес екенін біледі да, бірақ сол өздерін жаңағыдай басқа Шабуыл арқылы? Қоғамдағы көзқарасқа шабуыл арқылы просто олар өздерін қорғайды да. Мәселе осы нәрседе бұл жерде. Демек, уақыт өтіп кетті. Қылықты жігіттер, біздің бүгін ортамызда Аруна 21 жаста Қостанайдың тумасы, өзін транссексуалмын деп есептейді. Оларбек мырза. Мен бір нәрсе Тоқталып отырдыңыз? Бір нәрсе айтқым келеді. Иә. Мен әркімнің өзінің өмір сүру құқы болғанымен белгілі ортақ заңдылықтар бар адамдарға. Машина айдаған кезде айтылмаған, жазылмаған, иә, кейбір кездері. Машина айдаған кезде сіздің рөліңіз қолыңызда. Бірақ мен өзім қалай болса солай жүремін деп жан жаққа жүрмейсіз, немесе қарсы бетке шықпайсыз, немесе белгілеген заңдылықтарға жаңағы қарсы әрекет жасайтын болсаңыз, қалған адамдарға мүлде өміріне кедергі жасайсыз. Солай ғой, сіз заңгер мырзасыз, иә? Солай ма, солай емес па? Егер мына жерде арғы жағында бір үй тұр, бергі жағында бір үй тұр, немесе астында бір үй, қабат үйде отырамыз. Үйіңнің ішін қалай түрлендірсең, өзің білесің. Ал қабырғаны сен өз еркіңмен алып тастай алмайсың ғой. Өз еркіңмен сондай адамзаттың өзінің қағидалары бар өмір сүретін. Сол қағидаларды сен ана жердегі қабырғаны қиратсаң, ол сенің үйіңі төбесі түсіп кетеді ғой сенің үйің. Сол секілді дүниелерді біз мына жерде жаңағы өзінің құқы болғанымен деген сияқты өршелентпейміз. Шынымен біздің аталарымыз найзаның ұшымен, білектің күшіменен, иманды ісіменен осы жерді қорғап, осы жерге бізге қазақ ұрпақ ары қарай ұлт болып өмір сүреді деп қалдырған рас болса, мына жерде жаңағындай тайраңдап, ауыздыға сөз бермей, аяқтыға жол бермей, мына жерде жігіттер білмеймін, қандай қазақтың қызы сөйлесін мына жерде. Қыз болсын, мейлі жігіт болсын. Өзінің пікірін бір дұрыстап айтады ғой адам секілді. Бірден сенің беттен алып төске шаппайды ғой. Қалай мен түсінбеймін мұны? Мен біреудің бетінен алдым ба? Мен сізге қарап отырған жоқпын, әлі қараған да жоқпын, қарамаймын да. Қарамаңыз. Беттен алмаймын өйткені. Мен сізге былай айтамын бұл жауабыңызға. Это было давным-давно. Эти люди были всегда и будут всегда. Поверьте мне. Эти люди были всегда и будут. Если вы это хотите, не хотите.
қоғамда арнайы әр нәрсенің өзінің заңы бар. Есть Жаңа сіз закон айтып өттіңіз, специальный. да? Қандай заңы Жер заңы бар, несі Бар. бар. Енді Қандай? осындай бір жыныстықтық неке және отбасыда тек қана бір бап бар, 14-ші шамасымен шадаспасам. Бір жынысты адамдар некеге тұра алмайды. Рұқсат жоқ Қазақстан мемлекетінде. Сосын 312-ші қылмыстық кодексте мәжбүрлі түрде некеге тұрғызу немесе жаңағыда жыныстық қатынасқа бір тектілер, бір жыныстылар түсіруге болмайды деген аталып өткен. Нақты осындай бағытқа жаза қолдансын, болмайды, соттайды, ұрсын, өлтірсін деген, ондай жаза қабылдансын деген өкінішке орай. Сол жоқтықтың арқасында қазір құқығын біледі. Енді қараңыз, өзіңнің болашағыңда болмаса бір қандай да мақсат мүдде құратын шығарсың өмірде, Аруна. Мүмкін емес қой, сенің жолдастарың өзіңнің ортаң бар екенін түсіндік. Сені түсінетін, саған деген көзқарасы дұрыс. Ал енді қоғам сенен теріс айналып отыр. Оңай емес, күнде күресу. Жоқ. Менен қоғам теріс айналып атқан жоқ. Біріншіден далада. Қалай сіз сенімді түрде айта аласыз? Мен далада өйткені я хожу на улице спокойно, меня никто не тыкает, да ты транссексуалка, да ты транссексуал. Жоқ, одан кейін сен көшеде былай көрсе ешкім ажырата алмайды да ғой, соған қарағанда, иә? Үнемі боянып жүрсің ба? Үнемі боянып жүрмеймін, бояусыз да жүрем. Шашың өзіңкі ба? Әрине. Өсірдің, иә, кәдімгі. Күнде бір нәрсені дәлелдеу керек емес па, саған мысалы? Я никому ничего не обязана доказывать. Ни вам, ни вам, ни вам. Это моя личная жизнь. Поверьте мне, если с меня каждым отдаваться, осына адамдар мынау біздің жерді там наши деда қорғады, не істеді. А почему тогда педофилы, почему вы им так не говорите? Вот они не люди, а людоеды, которые женщины рожают детей, которые выкидывают в унитаз, убивают своих детей. Олардың барлығы сотталады. Только транссексуалы. Мы, если мы вам мешаем жить в Казахстане, отправляйте нас за границу. Делайте такие... Сіз барғыңыз келмеді ме, көшіп кеткіңіз? Я не хочу, мне комфортно здесь жить. Если вас что-то не устраивает, идите в министерство, пишите заявление, чтобы нас, таких людей, как мы, отправляли за границу. Тогда, возможно, ваша жизнь наладится. Я так считаю. Сіз бірден бәрін ұрыстан бастайды екенсіз. Аруна, сізге қажеті не? Жүйкеңізді жұқартып... Сізде ұрып атқан жоқ. Иә, ұрып атқан сізде қандай гармон ойнап жатыр? Сіздің құқығыңызға істетіңіз осылай. Бізді жіберсін, шетелге жіберсін. Жоқ, ол проблеманы шешпейді ғой, сенің миың өзіңде қалады ғой, Аруна. Сен жаңағыдай көпшілікке тоқтамыша жасалып отырсың. Басым көпшілік біздің елде бисексуал деп. Өтірік оның бәрі, нақты мәлімет жоқ. Бізге жалған ақпаратпен біз халықты алдамауымыз керек. Сен дұрыс түсін. Дұрыс па? У меня нет слов, честно. Қандай жұмыспен айналысың? Я живу с парнем. Как бы. Он работает. Да, мы живем. Да. И как бы он работает. Я временно, я не работаю, потому что как бы вы слышали, видели ролик в интернете, нас как бы похитили, пытали, да. И после этого меня как бы уволили с работы из-за этого ролика. Это было в этом году. Осы жылы? Да. Кім ұрлап кетті сені? Бұзақылар ма? Жоқ, олар бұзақылар емес. Это были, ну, грубо говоря, это были сутенеры. Люди, которые продают людей, получается, они нас держали сутки в квартире, угрожали, избивали. Сендер қанша болдыңдар? Ну, там сутки были. Жоқ, қанша адам? Төрт қыз болдыңдар, да? Мы спасли, самое главное, вот. Очень сильно помогла, на самом деле, документами. Нас полностью обокрали, забрали все наши документы, деньги. Сенің құжатың жоқ педі соның ішінде? Болды, алып қойды ғой бәрін. Алып қойды, да. Осы кісі маған көмектесті. Құжаттармен, иә. Өте рахмет сізге. Айшат ханым өзінің жұмысын істеді. Былайша айтқанда сіздерден құтқарыңыздар деген соғыс келді ғой, сондықтан ол кісі өзінің жұмысын істеді. Сонда олар ұрып тастаған видео, соның барлығы ютубта жүр, қателеспесем. Я хочу сказать так. Ты с какой целью? У тебя парень здесь, да? Парень. Ты с какой целью? Просто поставить педаль в сторону. Ты с какой целью? Я подвигаю. Ты с какой? Погулять. Чем занимаетесь по жизни? Проституцией? Проституцией? Я нормально вопрос Я задаю? проститутка, я стою в учете. Как кто? Как в ДБД стою в учете как проститутка. Как трансвестит? Да, как транссексуалка. Ты как?
Ты же женщина уже. Ты же должен... Сексуалка все равно считается. Почему? Ты же теперь пол официально поменен женское имя. Ты же должен как проститутка стоять. Я Сюда не смотри. проститутка. Я живу с мужем, я есть вот кольцо. Давай, звони мужу своему. Потому что интересно пообщаться. Мне интереснее пообщаться. Чтобы позорить? Кому опозориться? Мне перед ним. Ты считаешь, значит, что-то постыдным, да, в своих действиях, если ты считаешь опозориться? Посмотри сюда. Считаешь Да, мне постыдным? стыдно. За что тебе стыдно? Все, хватит спрашивать, мне стыдно, и все, я же сказала. Проституцией, значит, занимаешься. Я Правильно? не занимаюсь проституцией, я приехала просто посмотреть ваш город. Я никогда здесь не была. И никогда не занимался проституцией. Нет, никогда не занималась, можешь проверить мои данные. Это видео не полная версия. Не полная. Не кесіліп кетті. Ну, много чего там, ну, там людей избивали, они все снимали на самом деле. А қалай құтылдыңдар? Ну, так получилось, честно, я не хочу вспоминать, это как кошмарный сон для меня, это очень страшно, хотели вырезать груди, ну, издевались как могли на самом деле. И наша милиция, грубо говоря, ничего до сих пор не предпринимают. Именно сидят. сол адамдарға қарсы. Да, ештеңе. Сіздер аты жөнін бәрін білесіздер, айттыңыздар, жазыңыздар арыз. Біз арыз жаздық, барлық жерге жаздық арыз. Қылмыстық іс жүргізіліп жатыр, тергеу жүргізіліп жатыр. Енді Сол сутенерлардың үстінен? Үстінен, иә. Қазақтың жігіттері ма? Қазақтың Қорғау жігіттері. органдары кім келсе де бәрінен арыз қабылдайды. Арыз қабылдайды, иә, міндетті. Бұл жаңағыда жәбірленуші дейік те, былайша айтқанда, жәбірленушілер қалай тез орындалсын, тез жасалсын деп не істейді ғой. Әзірге уақыттың еншісінде болып тұр ғой. Сізден сұрағым бар. Осы кісілердің заявление қабылдатқан кезде бұларды психологиялық жақтан психиатрлардан тексерген эксперттің заключениялары бар ма сізде? Біздерге қатысты өзімізге. Дені сау, рухы жақтан дені сау, бұларды заявление қабылдаса болады деген қағаздарыңыз бар ма? Жоқ, біз жеке өзіміздің қордың ішінде тиесілі. Жоқ, сол қағаздарыңыз бар ма? Психологтарымыз бар өзіміздің. Психологтарымыз өзіміз өткізеді. Психотерапевт, психодиспансерден документтер керек, сол документтер бар ма? Біздер жолдама жібереміз тексеруге. Біздерде де көрінген. Кімге жолдама жібердіңіздер? Тексерді ма сіздерді сол кезде? Не деген заключение келді? Қандай шешіммен келді? Мен өзім оны заключениесін алмаппын. Біздер направление бердік. Себебі сіздер құқық қорғау адамдарсыз. Дені сау адамнан документ қабылдауыңыздар керек. Тұр ма? Біздерге сотталған азаматтар келеді. Бәріміз справкасымен аламыз. Жаңағыдай құқықтық шектеулі азаматтар, олардың бәрін біздер қабылдап ала алмаймыз. Бізге тиесілі біздің категорияға жаңа адам саудасымен құрбандарға, сондайларға тек жасаламыз. Өзіміздің міндетті шарамызды жасаймыз да, мысалы құжатын алып беру ма? Біздің мақсатымыз алып бердік. Ар жағын тиесілі органдар бар. Жақсы, істің қозғалғанына қанша болды? Ой, бір айдан асып кетті. Қанша? Бір айдан асып кетті. Бір ай деген ол кеше ғана. Кеше ғана емес. Өткен айда біз құжатын алып бердік. Ол кемі жарты жылға дейін тергелуі мүмкін. Сондықтан Айшат ханым, сіз енді бұның астарынан да бәле іздеп отырсыз, мен түсініп отырмын. Олар әдейі істемей отыр, әдейі біздің істі қарамай отыр. Оны сіз өзіңізге, ал негізі заң жүзінде олар қашан жарты жылдың ішінде тергеп аяқтауы мүмкін. Сондықтан әліптің артын бағуымыз керек әлі. Жалғасай ол Арунада ол бір рет емес, бір ай бұл оқиға бұл талай жалғасатын сияқты ғой. Мұндай оқиға, поверьте мне, больше такое не повторится в моей жизни, поверьте мне. Біз қолдау, енесі қорғау, бәрін үгіт тыңдайық. Демек, сіз қазір жігітпен тұрасыз, сол жігіт жұмыссыз уақытша өткені жаңағы оқиғадан кейін жігітіңіз сізге үйде отыр деді. Да, я решила больше не работать. Ол өзі, мен нәпақаны табам, отбасы боламыз, сондықтан сен жұмыс істеме деді ме, әлде қалай мен түсінгім келеді. Вы знаете, он сказал, если хочешь, выходи на работу, если нет, я говорю, в камере я не хочу. Он говорит, ну хорошо. Сіз қандай жұмысқа, сіздер қандай жұмысқа? Я работала до этого в салоне красоты и ходила спокойно по глазам. Салонда кәдімгі бояйсыз, шаш, көп жағдайда мұндай кісілер. И осы видеодан кейін мен өте қалай айтайын, танымал боласыз. Маған танымалдық керек емес. Мне нужна спокойная жизнь, понимаете? Что вы мне узнавать будете на улице, мне наплевать на вас. Жоқ, қараңыз, Аруна, қараңыз. Сіз қазір, после этого видео я так пострадала, меня избили. Мұнда келіп қатысуының себебі, жаңағыдай, менде адам екенін көрсеткісі келіп танытқысып, менің құқығым бар деп тұр ғой. Қазақстанда бар ғой, өте көп проблемалар барды, оған заң қабылданбағанда. Енді кім заңыны талап етіп шыға берсе,
соны заңын қабылдай берсе, қалған салалар не болады? Қалған салалар не өзінен өзі жоқ кете береді ма? Денсаулық сақтау бойынша қанша әлі Қазақстанда Разговор идет не про это. проблемасын шығармай, қазір кім проблемасын талап етіп келсе, соны қабылдай берсе. А олар не болады? Дені сау адамдар не болады? көрінген бәрін қалай береміз ол? Міндетімізге Қазақстанда шеңберінде. өзі мына Құдай жаратқан ерді ер, әйелді әйел. Мен де сізді түсінемін, мен де анамын, мен де деген мен қаламаймын былай қарағанда. 99 адам сондай бір өз жаратқан күйінде өмір сүріп жатқан адамдардың ортасында өмір сүргісі келеді. 99,99 адам Қазақстанда. Солардың құқы қайда сонда? Олардың құқы қайда? Менің сұрағым келіп отырған, сонымен қазір сіз Астанада тұрасыз, әзірге жұмыссыз. Егер жұмысқа шыққан жағдайда тек қана сол шаштаразда жұмыс жасайсыз. Маникюр, педикюр не жасайсыз? Жұмысқа шықпаймын. Нақты, жоқ, қазір шықпайсыз ғой. Енді жарты жылдан кейін сіздің жағдайыңыз қандай болатынын білмейміз ғой. Жұмысқа шығу керек болатын шығар, мәжбүрлік болатын шығар. Сізге бір сұрағым бар. Ақшаны қайдан аласыз, жақсы? У меня есть молодой человек. Вполне хорошо зарабатывает. Имеет своя квартира. Вот. Сізге ыңғайлы. Үйленеміз деген әңгіме бар ма? Нет, понимаете, мен мынандай адамын. Мен ока 23 жаста. Егер ол бисексуал тағы да айтам. Егер ол бір қызға ғашық болып қалса, немесе үйленгі келсе, мен оны жіберем. Өйткені мен ол адамды өмір бақи жанында, мен жанында болатынын ол айтпаймын. Өйткені мен оған бала туып бере алмаймын, былайша айтқанда, иә? Одан емес. Неге сіз сөзді бұрмалай бересіз? Жоқ, енді ол енді... на русском, понимаете, я не имею права человек держать рядом. Ладно, в конце я ему нравлюсь, да, в конце есть какие-то чувства. Лет 25 ему исполнится, он хочет жениться. Я ему скажу, все, я с твоей жизни навсегда уйду. Иди, ты свободен, да, например? Я не имею права его держать. В первую очередь. Я тоже человек, у меня есть тоже чувства, как бы, понимаете? Все думают, что транссексуалы это больные люди. Это не так. Жоқ, енді біз сіздердің қарым-қатынастарыңызды қазір қалай деп айтуға... Сейчас просто как мы совместно живем и все. У нас... Бір мақсат болу керек шығар, тұрмысқа шығамын. Болмау керек, ондай жоқ. Тұрмысқа шыққым келеді деген. Жоқ па сізде? Мен тұрмысқа шыққым келмейді, біріншіден. Мен сізге түсіндіріп жатырмын. Мен ер адаммен тұрамын, я... 25 жасында ол үйленем десе, мен оны жіберем. Өйткені мен оны ұстай алмаймын жанымда. Өйткені ол... Мен оны сүйсем, әрине, мен оны сүйем, я... Как бы сказать, если я его люблю, я должна его отпустить, чтобы он был счастлив. Если он будет счастлив, счастлив буду я. Понимаете? Я до конца жизни, я умру так, я умру в таком виде. Я это знаю, я знаю, что я останусь на всю жизнь одна, что мне в 50 лет никто не принесет стакан воды, грубо говоря. Я это все прекрасно знаю. Просто я устала от чего? Устала от унижения от людей, честно. Я пришла только ради этого. Почему постоянно про нас такое говорят? Куда мы такие животные? Ну это не так же. Ну зачем так говорить? Қылықты жігіттер күн санап артып келе жатыр деп барлығымыз айтамыз. Осыны тексеру мақсатында жасырын камераға түсіре отырып, мен бүгін жігіттермен танысып көрмекпін. Ал олай болса, кеттік. Келе салып міндетіне оңайлықпен кірісе алмады. Себебі топпен жүрген жігіттерге баруға жүрексінді. Жалғызсыз ба? Танысуға болмаспен? Да, без проблем. Я на русском говорю. Можно, да, с вами познакомиться? Конечно, конечно. Может, встретимся? Что делать? Да, у меня дома никого нет, просто один живу. Квартиру снимаю. Ну, можно рассмотреть. Номер запишу тогда. Созвонимся. Давай. Обеду на работе, после свободы. Можно вечером посидеть, потом можно ко мне домой поехать. Давайте я ваш номер запишу тогда. Өзім бір түрлі болып тұрмын. Жігітпен жігіттің танысқан деген енді болмайтын нәрсе ғой ол да. Сондықтан өзім қатты сасып тұрмын. Уайымдағаннан жүрегім қысылып өзім ауырайын деп тұрған сияқтымын. Жігітпен танысам деп ойламаппын ешқашан. Қанша уайымдап қысылса да тәжірибені тоқтатуға болмайды. Может, встретимся вечером? Много не по адресу. Не понял. Много не по адресу. Что еще будем вечером? Не нравится? Нравится? Ну,
закон Шевченко? Да, нет. Ну что, это проблема какая-то? Нет проблем. Ладно, все, вернись. Не получится? Нет, зачем? Вот много же. Весь девчонка завидит. Вот я, девчонка пришла. Давай, двигайся. Хорошо. Никаких планов, да, на вечер? Ну, вообще. На завтра что? А так хотел пригласить. Ну, посидеть, выпить. Дома никого нет просто. Что, не местный, что ли? Да, не местный. Мен танысуға келіп тұрған кезде жігіттердің ешқайсысының намысына тиген жоқ. Демек, қоғам бұған да үйреніп келе жатқан сияқты. Жалғастырамыз хабарымызды. Бір құмалақ, бір қарын майды шірітеді. Қоғамымызда көгілділердің көбеюі әрбір қазақ жігітінің намысына тиетіні анық. Гейлерге қарсы күрес ашқан сондай жігіттердің бірін біз студиямызға шақырамыз. Келіңіз, төрлетіңіз. Нұрдәулет Бектұрсын, 19 жаста, Түркістан қаласында көгілдір болғансып тәжірибе жасаймын деп оңбай таяқ жеген. Арнайы Шымкент қаласынан келіп отыр. Келіңіз. Не нужно считать такими людьми. Это не так. Келіңіз, Тұрсын, сұрыңыз. Қалың қалай? Жасың нешеде? 19-да. Басыңа не күн туды? Не күн туды деген? Бұл прикол ма? Өмірің соншалықты қызық емес болып бара жатыр ма? Бір ерекшеленгің келген бір ход па? Не бұл? Бағыт па? Не жағдай? Неден басталды? Бұл негізі біздің жоба әлеуметтік желідегі актуалды сұрақтарға жауап іздейміз да. Ең соңғы жаңалықтардың барысында гейлер жайлы видео қаптап кетті. Сондықтан өзіміздің қаламызда, елімізде қалай қарсы алады екен соны өзіміз көргіміз келді. Және өзіме қатысты да сұрақтар жауаптар оңбай таяқ жедің. Әрине. Сен не тапқан екенсің қай қалада жасауды экспериментті? Қостанайға бармайсың ба? Жоқ, Қостанайға бармайсың ба? Ясно. Біз жоқ, мәселе Қостанайдың жақсы Қарағандыға, Теміртауға, көп қой қалалар. Неге Түркістан? Мен ойладым, қазақ жігіттері болғаннан кейін олай қарсы алады, кез келген қалада қарсы алады деп ойладым. Ты не транс, ондай жігіттерді тек әлеуметтік желіде болса көзбе-көз көргім келіп тұрғанда көрмедім. Жақсы, ал сенің жасаған тәжірибең интернетте жүр. Біз оны қазір көрермендерге ұсынамыз. Сен кішкене ашуыңды бас. Біздің студиямызда енді өте ашуланып отырған кісілер көп. Зорға басып отырмын. Бәрін байқасаңыздар, құрметті көрермен. Назарларыңызды экранға аударғым келеді. Ойсаға бірінші келіп тұрмын да, Түркістанға. Не ғой? Қалаға барып, демалып, қайтпадық па деймін да. Қайда демаласың? Ал? Қайда демаласың? Квартираға барып демаламыз. Не демаласың? Ал? Не демаласың? Бірге демаламыз ғой, андай болып дегенде ғой, короче. Қалай андай болып? Кәдімгі андай вообще балдармен балдар болады. Қойып, бірақ сөйтейік те бар екеуміз демалып. Бірақ та қоясыз, парасылық та бірге не алайсыз біріміз ғой. Бола берсін. Бірге екеуміз не аламыз дегенде ғой. Қуасың ғой, брат, ешкім, бля. Бола берсін, не алады, өзіміз арамызда қалатын нәрсе ғой, бәрі лебені. Şimdi kurtulan cüktünüz mü? Ayttım sen kendine. Boğa verirsin. Boğa verirsin, kendine kalk koyalım. Boğa vermedin mi sen? Kalk boğazın, kendime özümüzü koy. Ne oldu bana? Özümüzü koy bari. Üzülsün. Ha? Ürken? Ne ayttırsın? Boğa verirsin, ne abi? Rahat emes ba? Nesi etti? Erkek ben erkek ne yapar? Erkeksin ba, erkek bu cüzü. Var ғой erkekler bu жүргенде бар. Соға сияқты. Болып сөйтті ана камераға көріп қойсыңдар болды. Қалайсың жігіттер? Көмектесіп жүресіңдер ме? Осы қалаға енді келгенмін, осы Түркістанға да. Осы Түркістанға енді келгенмін, андай ол жақта кафе, андай қыдыратын жерлер бар ма? Кафе ма, қонақ үй ма? Кафе ма? Соған бірге барып қыдырып, қонақ үй қонып бірге болмай ма? Қонақ үйге қонып бірге? Қалай қонып? Жоқ, андай, в общем, андай ғой сендер, ондай жоқ па сендерде бізде? Бір жыныстылар да. Қандай бір жынысты? Жоқ, бірге квартираға қонып, қалай бір? Жеш кетсен?
Жоқ, тоқта, айта берсе. Ей, тоқта, айта берсе. Ей, достар, жігіт. Бұл шықты камера шықты. Камера. Базар жоқ, рахмет. Эксимен отқаны, камера. Қол бұлайсанда камераға. Түркістанға жаңадан келгенмін осы жаққа бүгін. Квартирама бір нәрсе бар ма? Айтуға қысылып тұрамын, кішкене ұятты. Бар ғой не? Бар ма? Просто өзіміз екеуміз жеке дегендей ғой. Білесің, жеке ше екеуміз екі бала мен бала дегендей шыныстық. Братан, кәдімгідей не ғой, братан? Болады ғой, братан, не болды? Братан. Братан, пранк қой, камера. Қалайсыңдар жігіттер? Жақсы. Түркістан қаласына бірінші рет келіп тұрмын. Сендермен кафеге барып, бір қонақ үйге барса қалай қарайсыңдар? Қалай қонағына? Кәдімгідей кішігірім өзіміз. Төртеу, бесеуміз. Қалай төртеу, бесеуміз, сіңерім? Кәдімгідей бірге андай. Бірге отырып қонақ үйге барып деген. Қыздармен ба? Жоқ, өзіміз. Сен екеуміз. Жігіттер. Алматыдан келемін, жігіттер. Жігіттер. Болды. Жігіттер, болды. Жоқ, брат. Болды. Жігіттер, болды. Көрдік видеоны, бәрі түсінікті болды ғой деймін. Әрине, реакцияны түсіру, ол тезірек адамды бір жағынан әйгілі қылады. Өйткені таяқ жедіңдер. Бұлай сөздеріңе сеніп, көмектескісі келген адамдар болды ма? Жігіттер табылды ма сондай? Негізі мүлде болған жоқ ондай. Керісінше бұдан да қатты соққы алған кездеріміз болды. Бірақ сол адамның өтінішімен YouTube желісіне салмадық 2 адам болды сондай. Одан да қатты соққы алған кезіміз. Сол 2 жігіт. 2 жігіт. Енді яғни демек сендер тексергілерің келді. Неге көз жеткізгілерің келді? Өзіміз негізі көргенде жиіркенішті болдық бірінші YouTube желісінен осындай гейлерді көрген кезімізде. Сендер кішкене дұрыстап киініп алмаған екенсіздер өздерің бір. Киіну түгіл сол сөйлеудің өзіне ұялдық қой. Мен айтайыншы. Мен сөйлеймін. Жауап беремін. Мен сізге былай жауап беремін, қараңыз. Сіз гомосексуалист емессіз, сондықтан қазір сіз олардың құқығын қорғайын деп отырсыз ба енді гомосексуалист? Нет, мен ешкім құқығын қорғамаймын. Біріншіден, сен еркексің, иә? Еркексің, иә? Мен жартылай еркекпін, иә? Солай айтайық. Сен парик киіп, не істедің деп сен одан қыз болмадың. Бұл эксперимент. Оны тыңдамақ қойықшы, былай ғой негізі. Нет, почему ты не будешь меня слушать? Тыңдамай мен Ты будешь меня слушать, поверь мне. Жақсы, аяқта ойыңды. Тебе должно быть стыдно за это видео. Жоқ, соңында айтқын келгені. Это достижение, поверь мне. Ол тексергісі келді. Жоқ, онда тұрған ештеңе жоқ. Это глупости. Сенің ойың ғой. Это не эксперимент. Ты вот так сделал, поверь мне, если ты пришел сюда вот так показать это видео, это смешно. Саған ұят болу керек. Кімге ұят, Аруна? Жігіттердің намысын тексергісі келді. Тексергісі. Жақсы. В первую очередь, человек к этому идет осознанно. В первую очередь. Это нужно стремиться, что-то делать для этого, понимаете? Сіздерге өте ыңғайлы шығар Таиландқа бару? Нет, мен Таиландқа барған жоқпын. Барып көрдің ба Таиландқа? Жоқ. Өйткені, почему в Таиланде много транссексуалов? Потому что там очень... Шығарат. Я спокойно в Алмату летаю на самолете. Өздері әйел кісі тұрғанда... Жоқ, это бред. Сіз самолетті қалай ұшарсыз айтпақшы? Тыңдайық, сіз самолетті қалай ұшарсыз? Спокойно, я даю удостоверение свое. У меня мужской, но там есть галочка, специальный документ у меня, да? Что у меня есть импланты, да. Я показываю все, меня спокойно пропускают, поверьте мне, меня адам емеспін ба? Жоқ, сіз адам емессіз деген бір адам айтқан жоқ осы студияда. Білгім келіп отырғаны, сіз ұшақтарда, пойыздарда, яғни еркін удостоверениеңізді, былайша айтқанда, жеке құжатыңызды көрсетесіз. Ол жерде барлығы сіздің ер азамат екеніңіз көрсетілген. Еще перебью вас, смотрите, можно сделать так. Қандай справка қасыңызда? Вот моя подруга завтра получает документ. Кім берді документ? Нет. Қайсы орган береді? Дайте, заслушайте, пожалуйста. Завтра моя подруга получает паспорт, получается. Фамилия, имя у нее все женское будет, только М будет, получается.
Так тоже можно делать. Мужской пол будет, но там фамилия, имя будет все женское. Мен өзінің жеке басын айтайыншы, бұл кісінің. Біздердің өзіміз кеше бұл кісімен мен халыққа қызмет көрсету орталығына бардым. Құжатын растау үшін. Құжатты ашып, арызы жаздық, тіркеуге тіркелдік, тапсырдық қой. Сонан кейін халыққа қызмет көрсетудің кеңесшісі компьютерге қарайды, анда ер адам, мен қасымда отырған қыз бала киінген. Түсінген жоқ. Ол кезде айтты, бүгін сразу қабылдаған жоқ та, екінші күн удостоверение, фото, госпошлина соларды төлеткіздік те, шын мәнінде ауыстыру үшін сотпен шешім қабылдау керек. Сосын барып протокол арнайы өзінің қызметкерлер, қызмет несі түрі болады. Мен халыққа қызмет көрсету орталығында жұмыс істемеймін, сосын олар үшін жауап бере алмаймын. Олар маған сөйтіп түсіндірді. Протокол толтырады, решение керек, басқа да көп жұмыстар керек деп. Сосын мен бұл кісіге жоқ, маған қызметкердің өзі айтты. Содан біздер тапсырғаннан кейін бұл кісі деген шашын түсіріп, қыз бала сияқты түскісі келді фотоға. Болашақта емін еркін жүру үшін. Өткендегі ең алғышында несін жасағанда ол баланың топталық ер адамның кәдімгі фотосы. Сіз толық болдыңыз ба? Аты бәрі жазылған ер адамның. Сондықтан ол кісіге түсіндіріп айттық та, әзірге кейін өзің шешіледі. Жоқ, маған ол ер азаматтың көзқарасы керек емес. Заңды айтайықшы, заң түрінде. Заң жүзінде, яғни паспортта, егер де оның жынысы көрсетілетін болса. Көшеде қол ұстасып кетіп бара жатқан жігіттерді көрсеңіз, не істейсіз? Сіздің әрекетіңіз қандай ол тұрғыда? Ондай көрген жоқпын, честно. Но мен өзім ондайға қарсымын. Ол дұрыс емес деп ойлаймын. Ер адамдардың қол ұстасқаны мүлде дұрыс емес. Күнде көшеде қол ұстасып кетіп бара жатқан жігіттерді көрсеңіз, сіздің реакцияңыз қандай ол тұрғыда? Нормаль, жақсы. Онда тұрған не бар, қол ұстасып бара жатса балалар. Білмеймін, соямыз. Онда атып тұрамда маңғаларын бұзатын едім. Шын. Білмейді екен ба? Нерв баласы ғой, обязательно. Ештеңе түсе алмай, соны өздері. Қазір заң бар дегенде. Ыңғайсыз ғой жалпы. Біртүрлі болып боласың ғой. Біртүрлі болғанда да андай милиция дегендер болмаса жаман нәрсе болады. Не істегенде, ешнәрсе істей алмайтын заман ке ондайға. Мен енді ондай қарым-қатынасқа қарсымын, жігіт пен жігіттің арасындағы. Сондықтан да мен үшін ол үйреншікті жағдай емес. Сондықтан да менің ойымша кері әсер алатын сияқты. Істемеймін, дөмеймін. Не деймін мен оларға? Жігіттердің арасында достық көгілдірлікке алып келе ме? Бәрі олай болады деп айта алмаймын. Дос болады ғой жігіттердің арасында. Білмедім, ол жағын айта алмаймын. Жоқ, алып келмейді. Жоқ. Ол примерно қандай жігіт соған байланысты ғой. Мысалы, шыны керек ауылдан шыққан жігіттер ондай жоқ. Негіз достық деген болады адамда. Жан достық болады, жақсы араласып. Ал былай білмейді екен ондай. Маған керек жоқ. Жоқ. Шын достық ол міндетті түрде бір одан да үлкен қарым-қатынастарға алып келеді деп ойламаймын. Айгүл Өтепованы шақырғым келеді. Айгүл көп жағдайда осындай кісілер туралы жиі жазады екен әлеуметтік желіде. Және де қателеспесем, осы Айгүлдің өзінің басында бір оқиғасы бар. Айгүл, келіңізші, түсіндіріңізші маған. Сіздің де, я, сәлеметсіз бе? Қалай? Қандай әдемі келіншексіздер. Жүріңіз. Айгүл ханым, жиі жазасыз, соңғы жазбаңыз не туралы болды? Отыра қойыңыз. Я. Белсендісіз, білем, блогерсіз. Соңғы жазба, негізінде мен блогер болып жұмыс істеймін. Бір күні мен ойладым, менің блогым андай адамдар аз көретін болып кетті. Содан кейін менің бір досым бар еді. Ол Қызтеке жігітті, бірақ ол өте жақсы, белсенді жігіт. Оқымысты, біз доспыз да негізінде. Ол бұл қалада тұрмайды. Бір күні мен оған телефон соқтым и говорю, давай это каминг-аут жасашы дедім да, менің каналыма.
Coming out деген ол мысалы қыз теге жігіт бүкіл әлемге өз туралы шындықты айтады. Я мен сондаймын Сіз дейді. елді таңғалдырғыңыз келді, көбірек оқырман жинағыңыз келді. Мен дұрыс түсіндім ғой сіздің мақсатыңызды. Соған звондады, телефон соқтым. Кейін айттым, сен дайын болған кезде маған айтасың ғой, ол болса айтамын дейді. Содан кейін кешке жақын интернетке кірсем, анау бір видеоны көріп қалдым да жүрегім ауырып кетті. Бір қарағанда да ма, бір полицейскийлар ма, бір 4 қызды өзінше болып тергеп жатыр, ұрып жатыр. Сендер кімсіңдер, сенің атың кім дейді да, осы соның арасындағы бір қызға ұқсайсыз. Осыны өзі. Жүрегім ауырып кетті ғой. Қалай деймін да, мен жаздым өзімнің блогымда, Фейсбукта. Бұл қыздар біздің мемлекеттің азаматтары. Неге оларды дискриминация жасайды? Біз қандай елде тұрамыз? Не болып кетті дедім. Қандай елде тұрамыз? Может, милиция, может, шпион келгенде, может, ол тексеріп жатқан шығар? Жоқ. Қайдан білесіз? Олардың полицейлер ешкімді ұруға хақы жоқ. Жақсы, сізде аналық сезім басым болды дейінші, мен анасыз ғой, е? Яғни, сіз көргенде бір қарағанда анау сізде әдемі боянып алған киімдер, сіз бірден басына ұққан жоқ шығарсыз бұлардың? Жоқ, мен түсіндім ғой. Басынан түсіндіңіз, кім болса да басынан түсіндіңіз. Олар біреудің балдары ғой, жап-жас. Біреудің қыздары деп айтайық мейлі. Бірақ біреудің перзенті. Қалай какой-то бір мужлан полицейский оларды басынан ұрып... Сутенер ол полицей. Мен білмедім, бірақ олар полицей деп ойлап қалдым. Бәрібір, это не оправдание. Вот так с гражданами Казахстана нельзя обращаться. Қазір біз білейік соңына дейін. Сонымен сіз сол видеоны көрдіңіз, шокта болдыңыз. Содан кейін мен ойладым, мен қандай ақымақпын, мен өзімнің жан досыма coming out жаса деймін. Біздің ел, біздің мемлекет оған дайын емес. Біз орта ғасырда өмір сүреміз. Егер менің досым, жан досым coming out жасаса, оны дәл солай видеодағыдай қорлап, ұрып, позор жасап тастайды. Сіз досыңызды жақсы көресіз ба? Досыңызды жақсы көресіз ба? Жақсы көрем, ол жақсы адам. Жақсы адам қай жағынан? Ол оқымысты адам, кейін ол добрый, как по-казахски? Жұмсақ, адам, ақылды. Кейін... Біздің бұл Қазақстан Республикасы сіңіріп жатқан еңбегі мол дегіңіз келіп тұр. Да, еңбегі мол. Кейін сондай өте жақсы. Ол жігітіңіз дедім мені кешіріңіз. Досыңыз, ол досыңыз туа біткен сондай ма? Егер сіз жаныңыз ашса, зерттеп оған көмектесіп, қол ұшын созбадыңыз ба? Мен негізінде бұрын да жас кезімде ойлайтын едім да, ой, бір әдемі, бір гейлер көбінесе әдемі болады ғой, сол әдемі гейді айналдырып алам, содан кейін ол өзгеріп кетеді, мен жақсы көріп. Енді болса мен түсініп тұрмын ғой, енді медицинский семьяда туылып өскен, өзім көп кітап оқығам. Гей болып адамдар солай туылады. Ол тәрбиеден байланысты емес, ешқандай. Туылады, мысалы біреулер айтады, ер адам гей болса оны емдеу керек деп. Оған ем тауылмаған. Яғни ол ауру емес. Не керегі бар онда? Онда дәрігерлер не керегі бар? Психотерапевттер барлығымызға керек. Осы залда отырған адамдарға барлығына психотерапевт. Бүгін біздің кейіпкерлеріміздің барлығы бірімізді ауру қылды, бәрімізді біртүрлі қылды. Мен өзімді ыңғайсыз сезініп бара жатырмын. Мүмкін кете берермін мен, мәселе керек емес. Сізге бір сұрағым бар. Қараңыз, мен сізді түсінемін. Сіз өзіңізді блогер ретінде атыңызды шығарғыңыз келді. Сол үшін сіз жаңағы қылықты жігітті ортаға салдыңыз. Салдыңыз ба? Жоқ. Әлі салған жоқсыз ба? Мен осы видеоны көріп айныдым ғой. Құдай сақтасын. Мен өз досымды... Екінші орынға кетіп қалды ма сіздің әйгілі болғыңыз келгендігі? Я. Сол жазбайсыз. Болды, айтпаймын. Керек емес. Керек емес. Біздің қоғам дайын емес деп ойладым. Ол жақсы ма, жаман ба? Біздің қоғамның дайын еместігі. Енді азаматтық позицияңыз айтыңызшы. Әрине жаман. Ана ретінде сіздің позицияңызды білгім келеді. Қызыңыз бар? Ана ретінде енді не? Мысалы, сенің балаң, мысалы, шашы сары болып туылады, көзі көк, аутист болып туылады. Менікі 21-де. Бірақ балаң қандай болса да бәрібір оны жақсы. Бәрібір жақсы. Енді қараңыз, егер қызыңыз, қазір Басет мырза,
Мен түсем, сіздерді мен сөз бермей жатқанда болып қалдым ғой, кешірім сұраймын. Егер де қызыңыз, қараңыз, сіз біздің қоғамды жақсы білесіз. Мен бір жағынан шүкіршілік етемін, сіз сияқты ер азаматтардың барлығына. Жұбайыңыз бар ма? Жоқ. Жақсы. Қызыңыз ертең келеді, ана, мен ертең жынысымды ауыстырғым келеді. Жыныс ауыстыру өте оңай емес. Мысалы, жоқ, сіз іздемеңіз, себебін іздемеңіз. Жауап беріңіз. Я немесе жоқ? Әрине келісемін. Ол жақсылап ойланса, психотерапевтпен сөйлесе. Маған бірінші орында менің қызым, перзентім бақытты. Бұл кісі өзіне психолог керек емес па? Бақытты болса болды. Гармония была. Сіз тыңдаңыз. Қызыңызға мына қыз үйленемін десе. Жындысыз ба? Тұрыңыз енді, бұл енді мысал ғой. Я или жоқ? Мен сізге жауап берейін. Мен мынау диванда мен кімді көріп тұрмын? Қыз баланы көріп тұрмын. Бұл сіз жаңа сұраққа жауап берсеңіз. Вам нравится девушки? Вы их терпеть. Енді сұрағыма. Я жоқ, келісем, келіспеймін. Егер Қазір енді в Москве транссексуалы и... Жоқ, я десеңші. Жоқ, ол именно бұл үйлену мүмкін емес. Бірақ мен егер сенің перзентің, не дейді, қыздардың несі, гомосексуалдықты. Лесбиянка болса, мен қарсы емес. Қараң, бұл кісі генетикасы, биология жақтан еріксі. Қашанда бұның гендері активация болды, қайттан еріксі болуы мүмкін. Сол кезде бұл қызыңызға үйленем десе, маған я или жоқ деген, қызыңызды бересіз ба, жоқ па? Жоқ, ертекті. Жоқ, айтыңыз маған, я или жоқ? Жоқ, неге? Дәрігер ғой, ол біліп отыр ғой, гендік дәрежеде организмдегі бар нәрсе телевидение тұр, бәрі көріп тұр, қызыңыз танитын адам бар шығар. Осы кісі ертеңге гендер активация етіп, тестостероны еркек болып, қызыңызға үйленем десе, қызыңызды бересіз ба, жоқ па? Я или жоқ? Жоқ, мен тек қызымнан сұрайын. Қызым мынау адамға тұрмысқа шығам десе болды. Все, неважно, хоть за нее, хоть за вас. Самое главное поддержка. Самое главное поддержка. Я, мысалы, мынандай мәселе бар, бізде осындай болады да, әртүрлі жағдайлар болады. Мысалы, осындай нәрселер неге көбейіп бара жатыр? Мысалы, көптеген, мысалы... Көбейіп бара жатырған жоқ. Сіз 2 сағат сөйледіңіз ғой? Осы сөйлеген жоқ. Мен бірақ нәрсені айтайын. Просто бізде көптеген мемлекеттерде, мысалы, ер балалар мен қыз балаларды мектепте бөліп оқытады. Ер балалар ретінде, қыз балалар ретінде. Өйткені, мысалы, адамның организмде жаңағы әйелдік гормондарда болады, ер адамдықта гормондар болады. Мысалы, қайсысы соның, мысалы, сіздің жасаған әрекетіңізге байланысты, қарым-қатынасыңызға байланысты, қайсысы көбейіп кетсе сіздің бойыңызда, сіз сол жаңағы жынысқа қарай бейімделіп кетесіз. Сондықтан да ер адамдарды, ер балаларды ерекше оқытады, қыз балаларды бөлек оқытады. Өйткені анау ер балаларда жаңағы әйелдік гормон көбеймесін дегендіктен. Бізде қазір шыны керек мектептерде мұғалімдер жаңағы балабақшадан бастап айтайықшы, даже үйден бастап. Үйде де мысалы көбіне аналар тәрбиелейді. Балабақшада да әйел адамдар тәрбиелейді. Мектепте де барлығы. Жоғарғы оқу орнына барсаңыздар, енді ол жерде аралас, бірақ бәрі де әйелдер басында. Осы нәрселер біздің сол ер азаматтардың бойындағы мысалы еркектік гормондардың мысалы дамып көбеюіне де көп кедергі келтіріп отыр. Неге әйелдерде тюремный психология бір рет сөйлейін деп жатыр. Бұрын мынандай болған. Атеке дейтін жаңағы бір кәсіп иесі болған. Қазір енді нянка дейді ғой, балаларды бағатын. Ер балаларын сал серілер бір жан салдыңыз, ел аралап кететін болса, кім жаңа сіздің сөзіңізге айтайын. Балаларын аң атуға, атқа мінуге, асау үйретуге, бүкіл ер балаларын ер адам... Это было давно. Ер адам ағырай тәрбиелейтін бұрын. Где сейчас лошадей найдешь? Вот именно, где? Ер балаларды. В деревне ехать. Бәрін, бүкілін қазір әйелдің қолына беріп қойды. Мне надо давать сотовые телефоны в детстве. В интернете копались. Содан осындай дүниенің келіп шығып жатуы мынандай себептері бар да бұның. Енді мен сіз өзі оқыған керемет, білімді, бір зиялы сондай адам екенсіз. Мына қазақ біткен осы кездегі мына қоғамдағы орта ғасырда бәрі енді мынандай үлкен жаланы мен естіп көрген емеспін. Адам бір зиялы жаңағы деп отырған адам орта ғасырда қалған надан ретінде бүкіл қазақты қарастырып отырсыз да? Сонда қандай құқыңыз бар сондай? Жоқ, тек сіздерді. Қандай құқыңыз бар сондай? Негізі Ләйлә ханым, бүйту керек бұларды осындай транссексуалдарды, гейлерді бір жындыхана сияқты мекеме ашып,
соның ішінде қамап, соның ішінде жойып, соның ішінде құрту керек. У этого Осындай, мысалы, тыңдаңыз. Әркімнің өзінің... Я, когда делала груди, я проходила всех врачей. Тыңдамақ қойып, Айла ханым. Тыңдаңыз, сыйлаңыздар бір-бірлеріңізді. Сіздердің бір ешкімнің... Видите, какая агрессия идет в нашу сторону. Тыңдаңызшы, қараңыз. Айгүл, сіздіңгі қайта қыз екен балаңыз. Шүкір қыз болғанына. Ертең ол бір отбасының ұйытқысы болатынына мен кәміл сенем. Айгүл, сіз жаңа алдыңызда барлық қазақ ұлтын орта ғасырға апарып тастадыңыз. Бұл кісілердің ашуын тыңдауға, ашуын түсінуге болады. Кез келген, мен бөлмеңізші, кез келген экран ар жағында отырған адамды айтуы мүмкін. Шырағым, мен баламды болашақпен шетелде оқыттым. Шырағым, менің баламның 5 дипломы бар. Сен қандай орта ғасыр туралы әңгіме айтып отырсың деп, ар жақта отырған әр көрерменнің айтуына хақысы бар. Енді келіп, ол кісі сіздің баняңыз туралы, немесе сіздің тырнағыңызды, маникюр, педикюріңіз туралы мүлдем әңгіме айтқан жоқ. Әлемдегі дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының белгілі бір код арқылы белгіленген ауруды ауру, ауытқуды ауытқу болып белгіленген тұстары бар. Сондықтан, егер де сіз әлемдік денсаулықты қорғау ұйымын мойындамасаңыз, оны айтыңыз. Мен оны мойындамаймын. Давайте так. Вы хотите сказать, что если человек родится гомосексуалистом, это болезнь? Нет, это отклонение. Это не болезнь. Это ауытқу. Ауытқу деп айтып отыр сізге. Это не болезнь. Жақсы, ауытқу деп айтты сізге. Бір қызығы, кейде бар ғой, біз бір-бірімізді естуге тырыспаймыз. Біз естімейміз. Өзіміздің менімізден аттай алмаймыз. Өзіміздің амбициямыз, қалыптасқан ортамыз, қалыптасқан көзқарасымыз, қалыптасқан өзімізге ыңғайлап алған ортамыз бар. Арунаның жағдайында да сондай. Өзіне ыңғайлап алды. Бұл қоғамды. Бірақ бұл қоғамның ішінде ескеріңіздер, мойындамайтын және де ауруды ауру деп, ауытқуды ауытқу деп айта алатын адамдар бар әлі. Келсіз қойгүл, сіз бұл жерде отырып, қазір қаншама қазақтың жігіттеріне, қаншама қазаққа сіз орта ғасыр деген бір ғана сөзіңізбен сіз қазір көпке топырақ шаштыңыз. В нашем обществе дискриминируют геев, людей, которые отклоняются от нормы, больных людей. Вот это критерии, понимаете? Критерий цивилизованности из многих этих факторов состоит. Вот в этот фактор у нас не соблюдается. Именно поэтому фактору мы на средневековом уровне. Они вообще. Олай айтпаңыз, мен осы жерде... Біз денсау адамды ажыраттық, ауру адамды бір топ қылды. Мысалы, қараңыз. Неге ауру адамдарды бар ғой, обществода жүру керек. Транс ол ауру, я? Ауру адамдар неге қоғамда жүреді? Ол да ауру. Вот у нее грипп тоже ауру. Почему вы к ним нормально относитесь, а к трансу вы его дискриминируете? Могут даже побить и так далее, могут избить. Это нормально? Айгүл? Нет. Аурулардың арасында жүру керек, денсау адамды арасында емес. Гриппен ауыратын адамды біз қамаймыз. Жоқ. Всех больных отведем. Айгүл ханым, сіз кішкене естімейді екенсіз. Мен кішкене меске су берейінші жақсы. Айгүл ханымның есептеуінше, көптеген жағдайда жігіттер қоғамдағы қысымның арқасында көптеген әйелдерді бақытсыз қылып жүр деп есептейді. Яғни, қоғам оған қатты сын көзбен қарайды. Сол себептен оған амал жоқ, үйленуге тура келеді. Ол бір жанды алады, яғни бір қызға үйленеді. Ол қыз бақытсыз, өйткені оның жары жаңағыдай. Сплошь и рядом. Сонымен жаны ашып отырған сол қыз келіншектерге жаны ашып отыр. Әйтеуір өзіңізді бақытты сезінесіз бе? Жақсы. Әрине нет. Менің достарым бақытсыз болса, мен қалай өзімді бақытты болып сеземін. Бүкіл мен ортада өзімде бәрі жақсы, бірақ айналамда кедейшілікті көремін, бір-бірін көренмеушілікті. Сондай, осындай көп қиын жағдайлар, адамдар қиналғанын көремін. Сол үшін 100% бақытты болып сезбеймін өзімді. Бастысы қызыңыз аман есен, дені, денсаулығы жақсы ғой. Өткендегі мынау қызға жаным ашиды, анау видеоны көріп жүрегім ауырып кетті. Қыз емес қой. Ол қыз ғой, өзін қыз болып сенеді. Оның күйеуі бар, ол қыз. Негізінен бұл жерде бұл ауру. Бұл қоғамда сіздің әке шешеңіз, бұл қоғамда сіздің де қызыңыз өмір сүреді. Біз бұл қоғамды өшіріп тастай алмаймыз. Біз сол қоғамның ішінде өмір сүріп жатырмыз, былай қарасақ. Мен өзгертем бұл қоғамды. Жалғыздың үні шықпас дейді.
білмеймін қаншалықты сіздің күшіңіз оған және де сіз қанша сізді қолдайтын адамдар бар екенін білмеймін, бірақ та бұл сіздің жеке позицияңыз, Айгүл, мен түсініп отырмын. Жақсы, хабарымызды аяқтайық. Ал қосарларың болса, Нұрдәулет. Негізінен 1000 түрлі адамның 1000 түрлі ойы болады, дұрыс па? Сондықтан да бұны рахмет қой мынандай ойға. Қоғамның заң тарапынан мүлдем тыйым салу керек, болмайды бұл. Ерте менің інім бар. Заң нақтылану керек. Жаза қолдану тиіс. Қатал қолдану керек. Изоляция болу керек. Какой-то қандайдыр жерлерде изоляция болу керек қой негізі. Қандайдыр жерлерде изоляция болу керек. Оларға балық жерді дайындегенде отырып айтуға жол бермеу керек. Сіздер мыстарыңызбен ол кісінің өзінен өзі шығып кетуіне итермеледіңіздер. Ешкім қуған жоқ, байқасаңыздар. Жеке оның территориясына өткен жоқ ешкім, байқасаңыздар. Сіздердің мыстарыңыз бас жерді, сіздер нағыз қазақ. Бұл жерде мынандай нәрседе мен айтайын деген. Мысалы, жаңа сіз айттыңыз да, сондай бір әйелдерді, сондай бір түрлі жігіттер бір әйелдерді бақытсыз қылып жүр деген. Бұл жерде жігіттердің сөзіне қосылу керек, өйткені заңмен шектелмей ақ қойсын, бірақ осындай адамдарға мынандай мүмкіндік туғызбау керек та. Мүмкіндік туғызбаса ол адамдарда, мысалы, бұндай мүмкіндік болмағаннан кейін олар ер адам ретінде қалады да. Ал сондай адамдар, ортадағы адамдар, сондай мүмкіндікті пайдаланады да, осындай заңда бар, осындай нәрселерді пайдаланады да. Олар, мысалы, жаңа айттық қой, гормондарды, мысалы, онан әрі дамытады да, адам бойындағы әйелдік гормондар. Аларды көргеннен кейін адамдар ондай әйелдік гормондарды онан әрі қарай дамытады да. Өзі санасында сол ой кіргеннен кейін уже бейсаналы түрде жарнама жасалынады. Әйелдік гормондар уже адамда дами бастайды, ол өзіне сондай нәрсені қызыққаннан кейін. Сондықтан да ондай адамдар мүмкіндігі келгенше бұндай нәрселерді жарнамалауға, қатты талқылауға, көшеде жүруге жабу керек та. Бала кезімізде қалай талқыламауға болады қоғамда бар құбылысты. Бала кезімізде мен айтсам бар ма? Аяқтаңыздар екеуіңізде. По его отношению к женщине. Бала кезімізде тыңдайық жігіттер. Ана менің келіншегім тұр, 2 балам бар, ана отыр әне. Я себя счастливый. Сұраңыз ана мен келіншегім тұр. Бастысы келіншегі ғой. Ана отыр. Сұраңыз, бақытсыз ба? Счастливыми женщинами. ұл бала ретінде, жігіт ретінде кішкентай кезінде ең жаман сөз баратын мен үшін жаңа ұл балаларға айтылатын. Ойнап жүрген кезде сен бірдеңе істемесең қатынсың дейтін. Қатынсың дегенде көзіңнен жас ағып кететін. Не болса да соны шыдап беруге тиісті болатынсың. Қазақ сондай болған, қазақтың жігіттері сондай болсын. Менде бұндай ақырғы айтатын сөзім бар. Кәмелет жасына жетпегендер сайлауға қатыса алмайды. Қамаудағыларға сайлауға қатыса алмайды. Менде сондай айтарым бұл жаңа. Бұндай адамдарға сайлауға қатысуға мүмкіндік бермеу керек. Себебі бұлар өзіне тиісті болған заңдарды қабылдауға әрекет істейді. Дұрыс қой? Заңдағы олқылықтарды болмаса заңдағы әлсіз тұстарды өзіне ыңғайлап алады. Иә, сол үшін бұларды сайлаудан шығарып тастау керек. Жоқ, шығарып сайлаудан шықты деген сөз адам ретінде ол кісінің жоқ деген сөзі. Бізге ұрпағымызға бүтін есақылы дұрыс ұрпағымыздың санасы уланбаған мемлекет керек. Біз сондай қауіпсіз ортада өмір сүргіміз келеді. Еркегі еркектей, әйелі әйелдей, қызы қыздай, баласы баладай. Сондай қоғам керек. Әкесі әкенің орнында, шешесі шешенің орнында, әркімнің өз орны бар, сол орнында тұру керек. Мен нені аяқтау үшін біздің Мұхтар Шаханов дейтін тақынымыз бар ғой. Сол кісінің бір ұзақ өлеңі, бірақ мен қысқа бір 2 жолын осы тақырыпқа байланысты оқып берейін. Маған мінез жұмсақ қыз секілді бір жігітпен үйленгім келеді дейтін бір қызға жазған өлең еді. Ойлан, жуас жарыз деген жасталап, өмір сенің күткеніңнен әлдеқайда басқарақ, еркек сұлу көрінбей ме? Еркімен, еркіндіктің нұр ойнаған көркімен, жалғандыққа деген ыза, өртімен, көмпістікке күрес ашқан ісімен, сүйгеніне берген қайсар сертімен, және соны қорғай білген күшімен, ойлы әлемнің әйелдерсіз күні бар ма көктеген, әйтсе де әйелге ұқсайтын еркектерді жек көрем, еркектерге еліктеген әйелдің да табары, әр жыныс өз мінезін сақтаумен бағалы. Ар-намыстың құрбандары аз болмапты. Қайраулы әлі әділеттің балтасы, жердің аман тұрғандығы сол намысқой еркектердің арқасы. Әркез нұрлы үміт сеуіп алдымызға, таң жатсын, қайғы келсе жеңілмейтін, бақыт келсе семірмейтін, ер мінезін қадірлейтін әйелдердің даңқы артсын. Рахмет, хабар аяқталды.